Good day, dear teachers. Welcome to today's mentoring session. In this session, we will explore how to integrate Achilles into a grade 7 English lesson to enrich listening, speaking, and the overall language skills. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің менторлық сессиямда республикалық семинарда көрсеткен ашық сабақ өткен менің әріптесім Әшірбек Анелдің сабағына демонстрациялық талдау, яғни бұл ашық сабақта көрсетілген әдіс тәсілдермен Achilles платформасындағы жаңағы қолданылған әдіс тәсілдерді сіздерге көрсетпекпіз. Бұл жердегі сабақтың негізгі мақсаты the purpose of the lesson to develop students' listening and speaking skills, to develop communication skills in English by completing various tasks using the Achilles platform. Lesson objective is use subject-specific vocabulary, cooking methods, cooking verbs in context in sentences, task to describe the process of cooking, using phrases first, second, then, and finally. Бұл жерде сабақтың мақсаты негізгі тақырып бойынша жаңа сөздерді cooking дейміз ғой, жаңағы тамақ пісіруге бағытталған етістіктерді меңгерту. Бұл процесс рецепттің процесін көрсету және then, first, secondly деген сөздерді меңгерте отырып, оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту болды. Енді бұл жерде бірінші көрсетілген әдіс warm-up әдісі. Warm-up әдісі kinesthetic learning деп аталады. Ағылшын тілінде қозғалыс арқылы оқыту. Ең алдымен мұғалім сабақ басталмас бұрын, жаңа амандасқаннан кейін оқушылардың барлығын орындарынан тұрғызып, бір жаңағы линияда тұрғызды. Students stand in a line. Teacher gives two options: pizza or burger, ice cream or cakes. Students move to the side of their choice. Students explain their choice. Жаңағы оқушыларға екі таңдау жасады, топтарға бөлу үшін. Сіздерге do you like pizza, do you like burger? Пицца ұнаған оқушыны бірінші қатарға отырғызды, бургерді екінші қатарға, ice cream, cakes деп сөйтіп оқушыларды 4 топқа бөліп отырғызған болатын. Бұл жердегі негізгі әдіс method kinesthetic learning, қозғалыс арқылы оқыту. Warm up is not just an activity. It is a gateway to students' engagement. Бұл осылай сипаттама беруге болады. First, activity energy. Негізгі бір ерекшелігі the advantages engage students immediately, improves attention. Мұғалім оқушыларды осылай арқылы өзіне қарата білді. Келесі әдісте vocabulary introduction. Сабақ басталмас бұрын оқу жаңағы топтарға бөлгеннен кейін жаңа сөздермен жұмыс кетті. Бұл жерде dialogue instruction, total physical response, repetition. Мұғалім жаңа сөздерді жаңағы көрсетті. Mix, cut, crack, put деген сияқты соларды видеосын, фотосуретті көрсете отырып, мұғалім жаңа сөздерді түсіндірген болатын. Бұл жердегі әдіс тікелей оқыту, direct instruction, total physical response, қимыл арқылы оқыту. Мұғалім жаңағы видеодағы әдістерді көрсете отырып, өзі де қимылмен араластырамыз, кесеміз, тураймыз деген сияқты әдістер. Repetition, қайталау әдісі, оқушылар сөздерді қайталап отырып, жаңағы іс-қимылмен, жаңағы етістіктерді қимылмен көрсете білді. Teach and introduce vocabulary with actions and repetition for better memorization. Ол іс-қимыл арқылы көрсету оқушылардың есте сақтау қабілетін дамытуға көмектесті. Келесі әдісте бізде gap-fill task, worksheet дейміз, жазылым тапсырмасы болды. Мұғалім бұл жерде тапсырмалар беру арқылы
жаңағы есте сақтаған жетістіктерді оқушылар өздері жазып отырды. Бұл жердегі әдіс негізі controlled practice, бақыланатын жаттығу, мұғалім бақылап отырды. Accuracy, focused learning, дәлдікке бағытталған оқыту. Students practice vocabulary in a structured format before free speaking. Ең алдымен жаңағы сөйлеу дағдысынан бұрын мұғалім есте сақтау қабілеті бойынша жұмыс жасады. Бұны оқушылармен бақылап отырды. Келесі тапсырма бұл Achilles listening task. Бұл индивидуал болып, жекелеме жұмыс болды. Work on Achilles, level B0, lesson 47. Task complete. Track, listen to the audio and complete the task. Бұл жердегі әдіс бұл digital learning, цифрлық, бұл Achilles платформасын қолданды мұғалім. Individual learning, жеке жұмыс болды. Оқушылар жекелеме жаңағы құлаққап арқылы тыңдалды. Listening comprehension, тыңдалым дағдысы дамыды. Achilles provides authentic input and support independent learning. Жаңағы оқушылардың жеке дара оқып, есте сақтау тыңдау арқылы сол әдісін дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізілді. Келесіде speaking activity, peer work. Бұл жерде мұғалім тағы да жаңағы жұрттық жұмыс арқылы жаңағы тыңдалым дағдысындағы аудионы тыңдауда отырып, оқушылардың өзіне сондай peer work, жұптық жұмыс жасауға мүмкіндік берді. Бұл жердегі әдіс scaffolding, қолдау көрсету әдісі, communicative language teaching, коммуникативті әдістер, peer work, жұптық әдістер. Оқушылар жаңағы тыңдалым тапсырмасы арқылы тыңдалған рецепттің аудиосын ары қарай өздері сол үлгіде peer work пен жұптық жұмыс жасады. Students are supported with sentences, starters, and work in pairs to build confidence. Келесі бізде жұптық жұмыстан кейін group work, recipes, sharing, activity, chair, cooking instructions. Оқушылар өздеріне ұнаған рецептті таңдап алды. Сол рецепт бойынша олар өздерінің қалай дайындалу әдісін рецептін жасады. Бұл жерде activity, chair, cooking instructions, collaborative learning method, ынтымақтастықта оқу, peer learning, оқушылардың бір-бірін оқытуы, interactive method, интерактивті әдіс. Students learn from each other through interaction and communication. Келесі бұл жерде әдістер assessment activity, descriptive based evaluation, формативті қалыптастырушы бағалау болды, criteria based assessment, критериалды бағалау болды. Оқушылар өздерін бағалай білді. Assessment is ongoing and based on clear descriptors. Енді мен осы жерде осы қалыптастырушы бағалаудан бұрын мен қазір Achilles платформасына бір шолу жасайын. Сол жерде сабақ бойынша сабақ бойынша көрсетіп өтейін. Жаңағы бұл сабақта көрсетілген B0 level and lesson 47. 47-ші сабақ болды. Міне бұл жерде cooking together депті. Енді сабақта мұғалім нені қолданды? With fact деген. It is Sunday. Rob and Tommy are preparing breakfast together. Бұл жерде тыңдалым тапсырмасында Achilles платформасын қолданды. Оқушыларды жекелеме жұмыста. Tommy, do you want scrambled eggs for breakfast? I'd like eggs, but not scrambled eggs. Can we make something else today? Sure. Scrambled eggs is a popular breakfast egg dish. To make scrambled eggs, you have to mix the eggs in the pan.
You can make scrambled eggs with some butter and a bit of salt. Some people also like to add a bit of milk. I'd like a cup of coffee and scrambled eggs. Тапсырмаларды орындап отырды жекелеме жұмыста. I fried 2 eggs for breakfast. I made scrambled eggs for breakfast. We can make an omelet instead. Yes, let's make a cheese omelet. Let's add some vegetables too. Deal. An omelet is a flat egg dish. You often put vegetables, cheese, or meat on one half of the omelet and then fold it. Would you like scrambled eggs or an omelet? An omelet, scrambled eggs, fried eggs, and sausages. I can prepare the ingredients. What do we need? Eggs, butter, oil, cheese, some vegetables, salt, and pepper. Ingredients are the foods that you need to make a dish. Recipes have a list of ingredients you need to use. You put ingredients together to make the dish. I prepared all the ingredients for the cake. Do you want to crack the eggs? I can try. You can do it like this on the side of the bowl. Okay, I'll try to crack the rest of the eggs. When you crack an egg, you break it carefully to open it. Something can have a crack in it when it is starting to break. She is cracking an egg. There are a few cracks in the mirror. I cracked all the eggs. Great, now we can beat them. I'll get a... When you beat an egg, you mix it quickly. When you beat something, you hit it many times. She beats the drum with her hands. He beats the eggs with a fork. The doctor listens to my heart beating in my chest. Do you want to beat the eggs or should I do it? You can... Міне осылай жұмыстарды жасады оқушылар. Бұдан кейінгі бұл жекелеме жұмыс болды. Бұдан кейін оқушылар да тағы да жұмысты. Шығып кетті мына жерде. Сабақ барысында мұғалім кроссвордты пайдаланды. Кроссвордта оқушылар жаңағы өткен тақырып бойынша жаңа сөздерді жазып отырды. Мына жерде тау кроссворд жұмыс болды. Тыңдалым тапсырмасы болды. Көрсетілім. Жерде көрсетілім тапсырмасы болды. Грамматикалық тапсырмаларды мұғалім орындады. Рецепт деген тақырыпты да айс пудинг бір жерде рецепті көрсете Would you отырып. like to know how to make my favorite rice pudding? It is a recipe from my grandmother in Sudan. It tastes fantastic and is really easy to make. It only uses 6 ingredients. Okay, here is what you need. Ingredients: 6 cups of milk, half a cup of sugar, salt to taste, half a cup of rice, 1 vanilla bean, ground cinnamon. A cup of milk is 250 milliliters. 1 cup of sugar is 200 grams. Vanilla is a spice often used in desserts and cakes. Now, here is how to make it. In a pot, mix 5½ cups of milk with the sugar and a little bit of salt. When the mix starts boiling, stir in the rice and turn down the heat. Cook it still on low heat, but do not let it boil.
Cook for 50 to 60 minutes. Stir it. While the rice cooks, prepare the vanilla. You need to cut the bean in half and remove the black seeds. Remove the pot from the stove and mix in vanilla. Wait 10 minutes until the mix is not hot anymore, and then put it in the fridge. Before you pour the pudding into bowls, add half a cup of milk, mix, and flavor with cinnamon. I hope you will enjoy this dessert as much as I do. Осылай арқылы рецепттерді көрсету арқылы оқушылардың жекелеме рецептін жасауға жұмыс жасады. Енді қайтадан мен сабағымды көрсетейін. Сонымен Акелиус платформасының артықшылықтары сабақ үстінде өте байқалды. Жақсы екені, артықшылықтар көп екенін байқадық. Оқушылар сабақта жаңағы групповая работа жасады. Міне осы рецепттерді көру арқылы өздерінің жекелеме рецепттерін орындады. Бағалау болды. Ең соңында оқушылармен жаңағы рефлексия жүргізілді. Бұл рефлексия өзін-өзі бағалау. Students evaluate their own understanding. Түсінгендерін бағалады. Жаңа біздің тағам және food and drink, тағам және сусын тақырып болғандықтан, біздің ұлттық құндылық ретінде жақсы кері байланыс берген сабаққа ерекше қатысқан оқушыларға құрт берді. Бұл ұлттық тағамымызды дәріптеу болып саналады. Енді сабақ өз мақсатына жетті. Оқушылар тақырыпты түсінді, өздерінің рецепттерін жасай білді. Мұғалімнің жас болса да сабақ үстінде Акелиус платформасын тиімді әдіс тәсілдерін қолдана білгендігі байқалды. Акелиус платформасының артықшылығы бұл жерде тыңдалым, айтылым, жазылым дағдысына да көп цифрлық платформа ретінде мұғалім өзіне тиімді пайдаланады. Міне сабақ осындай жоғары деңгейде өтті. Енді қысқаша сіздерге бүгінгі мақсатым сіздерге Акелиус платформасының сіздерге артықшылығын көрсету және осы платформаны өз сабақтарыңызда жиі қолдануға кеңес беремін. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі менторлық сессияда кездескенше сау саламатта болыңыздар.